Барлықтарыңызға сәлем. Видеоны соңына дейін көріп шығуларыңызды сұраймын. Және менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Каналымның ары қарай дамып жылжуына көмектесіп, лайк, комментарий жаза отырыңыздар. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бірге кекс дайындаймыз. Ол үшін 200 грамм майды темір ыдысқа осылай ертіп аламыз. Басқа таза шұңғыл ыдысқа 200 грамм шекерімізді саламыз және үстіне 5 жұмыртқа саламыз. Жақсылап венчикпен араластырамыз. 250 грамм ұнның үстіне разрыхлительдің жобамен 2 чай қасығын саламыз. Және ертілген майымызды құйып, електен өткізе отырып, разрыхлительмен ұнды саламыз. Жақсылап венчикпен араластырамыз. Ешқандай түйіршік қалмау керек. Ұнды салған сайын венчикпен араластыру қиындау болады. Сол үшін қасықпен араластырған дұрыс. Міне бізде осындай созылмалы масса шығу керек. Осындай силиконовый кекстің өзінің пісіретін ыдыстарын алып, бірінші осылай жартысындай қылып салып аламыз. Көп салмау керек. Көп салса ыдысынан асып, пішіні нашар болып қалады. Және кішкентай қасықты майлап, бетін осылай басып қою керек. 200 градуста қызып тұрған пешке 20-30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Міне піскен кексіміз осындай болды. Пышный, әдемі кекстер шықты. Және өздеріңіздің қалауларыңызша осылай әсемдесеңіздер болады. Мен шоколадқа батырдым, сгущенкаға батырдым және бетіне кокос стружкаларын септім. Міне осындай әдемі, пышный, дәмді кекстарымыз дайын. Менің балаларыма өте қатты ұнады. Сіздер де балаларыңызға жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сәлем достар. Бүгін чимчи салатын дайындаймыз. Ең алдымен видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Бірнеше сәбізді жуып, тазалап, осылай теркадан өткізіп аламыз. Қиярды жуып тазалап, осылай ұзынша етіп тураймыз. Қияр қоспасаңыздар да болады, қалауларыңызша. Қиярдың орнына 40 қабат қоссаңыздар болады. Яғни капуста қоссаңыз болады. Екі қасықтай кішкентай қасықпен тұз қосамыз. Және кішкене
құмшекер қосамыз. Укропты осылай турап, майдалап қосамыз. Және дәмдеуіштерді қосамыз. Чим-чимнің өзінің приправасын, қара бұрыш, паприка, қызыл бұрышты қосып, жақсылап қолмен араластырамыз. Уксус 3-4 тамшы қоссаңыздар жетеді. Табаға жарты кеседей май құйып, жақсылап қыздырып, оны да сәбізімізге қосамыз. Ыстық болғандықтан қасықпен араластырамыз. Міне 10 минуттың ішінде дәмді әрі жылдам чим-чим салатымыз дайын болды. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна. Сәлем достар. Бүгін біз ассорти компот жасаймыз. Ең алдымен видеоны соңына дейін көріп, лайк, комментарий жазып, каналға тіркеліп қойларыңызды сұраймын. Және қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Банкаларды, крышкаларын жақсылап стерилдеп аламыз буға. Мен бақшадағы төгіліп пісіп жатқан жемістерді теріп, жуып тазалап, алмаларды турап, осылай 3 банкіге 3/1 бөлігін салып, кастрюльде қайнап тұрған суды банкіге толтырып құйдым. Су құйғаннан кейін бетін крышкамен жай ғана жауып, осылай 20 минутқа қойып қоямыз. Мерный стаканчикке шекерімізді өлшеп салып, менде 2 литрліктер болғандықтан 2 литрге 250-200 грамм шекер салдым. 30 минут өткеннен кейін қайтадан банкідегі суымызды кастрюльге құямыз. Өлшенген шекерді банкіге салып, қайтадан кастрюльдегі суды қайнатып аламыз. Қайнаған суды қайтып банкілерге құйып шығамыз. Енді банкі жапқышпен, яғни закрывашкамен осылай барлығын жақсылап жауып шығамыз. Жауып болғаннан кейін қараймыз. Жақсылап жаппасақ, атылып кетуі мүмкін. Менің тағы да өріктен компот жапқан видеом бар, және қарақаттан қайнатусыз жапқан вареньем бар. Описанияға қыстырып қоямын, соны ашып көрсеңіздер болады. Міне біздің қысқа арналған компотымыз дайын. Тәтті әрі пайдалы.
Видеоны соңына дейін көріп, менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін кеше уәде еткендегідей қайнатпалы крем дайындаймыз, яғни заварной крем. Ең алдымен видеоны соңына дейін көріп, менің каналымның ары қарай дамып жылжуына көмектесіп, тіркеліп, каналыма лайк, комментарий жазып отырыңыздар. 2 жұмыртқаны ыдысымызға жарып, үстіне 200 грамм шекерімізді саламыз. Жвенчикпен жақсылап араластырып аламыз. Картоп крахмалын немесе кукуруз крахмалын алмастырсаңыздар болады. Тіпті болмай жатса, ұн пайдалансаңыздар да болады. Мен 40 грамм картоп крахмалын өлшеп салдым. Венчикпен жақсылап араластырамыз, түйіршік қалмау керек. «500 грамм сүтті газға жақсылап қыздырып алып, жартысын крем дайындап жатқан ыдысымызға құямыз. Кремді араластырып отырып, қайтадан сүтке құямыз. Осылай газдың жанынан кетпей, астын жай қойып, газдың араластырып отырамыз. Түйіршік болып қалмау керек. Және шамалы қоюланған кезде 100 грамм сары майымызды салып, тағы да араластырамыз. Міне осындай қоюлығы осындай болу керек. Сол кезде газдан түсіреміз. Басқа ыдысқа құйып, суыған кезде осылай тортымыздың арасына жағып пайдалансаңыздар болады. Бұл крем вупи пай, красный бархат деген торттарға жарамайды. Бұл эклер, Наполеон, медовый торттарына өте жақсы крем. Жасалу жолы өте оңай. Жасап көріңіздер, және тортқа әдемі дәм береді. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна. Бүгін біз балмұздақ дайындаймыз. Құлпынай, банан, сгущенка, балмұздақтың таяқшалары және де бір рет пайдаланылатын стаканчиктер керек бізге. Ол үшін жемістерді жуып, бананның сыртын ашып, осылай дөңгелекше етіп, сопақша етіп турап аламыз.
туралған бананды таза ыдысқа саламыз. Енді құлпынайды екіге бөліп, барлығын турап, бананның үстінен саламыз. Көкөністер дайын болған кезде үстіне сгущенканы құямыз. Барлығын құямыз. Және ең соңында жарты чай қасық ванилин саламыз. Дәмін келтірге. Осылай блендермен барлығын жақсылап түйіршік қалмағанша езіп шығамыз. Керекті ингредиенттер мен мөлшерін описанияда қалдырдым. Міне осылай бір келкі болғанша езіп шығып, стақандарымызға толтырып құйып шығамыз. Менде 6 стақан балмұздақ шықты. Енді таяқшаларымызды дәл ортасына балмұздақтыкіндей салып шығамыз. Морозильникке 4-5 сағатқа қойып қоямыз. Міне балмұздақтарымыз морозильниктен қатып шықты. 5 минуттай шығарып қойғаннан кейін алып жей берсеңіздер болады. Өте дәмді, пайдалы балмұздағымыз дайын. Балалар өте сүйіп жейтін балмұздақтың бірі, және көлемі де үлкен.
каналға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз.